Қарағанды облысында 73 волонтерлық ұйым қызмет етеді. Өңіріміздің шамамен 4,5 мың жастары осынау еріктілер ұйымдарында. Қоғамның өзекті мәселелерін шешуде қолғабыс етер еріктілер іскерлігін қолдау, дамыту мәселелері Қарағанды облысы әкімдігі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңес отырысында қарастырылды. Біздің облыста еріктілер ұйымдары қайырымдылық, әлеуметтік, волонтерлық, қоршаған ортаны қорғау яки экологиялық бағытта белсенді іскерлік етіп жатқанын аңғарамыз. Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Біржан Әлімжановтың айтуынша, өңірімізде 73 волонтерлық ұйым бар. Еріктілер сапында негізінен жастар. Облысымыздың аса белсенді волонтерлық ұйымдарын атап өтсек, Қарағанды жастары, Теміртау қаласының Шаңырақ еріктілер ұйымы, біз Шахтинскіден біз атты еріктілер ұйымы мен Қарқаралы ауданының жастар еріктілер лигасы. Сондай-ақ қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының еріктілері де белсенді деді. Біз барымыз волонтерлық орталығы 2021 жылдың 1 наурызында Ернеу Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде құрылды. Бастапқы саны 100 волонтер болып құрылған орталық қазіргі таңда университетіміз бойынша 1,5-ға жуық волонтерді қатарына қосып отыр. 2021 жылдың желтоқсанында жалпы ұлттық қайырымды істер марафонында республиканың жоғарғы оқу орындары ішінде ең мейірімді жоғарғы оқу орны номинациясы бойынша бірінші орын алды. Еріктілер ұйымдары қажет жағдайда ас ауқат жеткізу, гуманитарлық бағытта қайырымдылық шарасына атсалысу және жасыл желек отырғызуда белсенді дейді. Тағы бір айтары, алдағы уақытта еріктілер фронт офисі қызметін ұйымдастыру бойынша іс-шаралар кешені әлеуметтік жобасы аясында облыстағы волонтерлық ұйымдар арасында жалпы сомасы 3,5 миллион теңге грант беру байқауын өткізу жоспарлануда. Бұл қолдауды жыл сайын өткізу көзделген. Грант ауқымын қаржыландыру көлемі көрсеткіштер бойынша да жыл сайын 1,5 есеге артатын айтылды. Жастар басқармасының басшысы айтуынша, еріктілер қатысуымен биылдың 10 айында 556 іс-шара өткізіліпті. Кастынка шахтасындағы жарылыста қайғы жамылған отбасыларға да еріктілер көмек көрсетті дейді. Вот вы сейчас говорили про то, что землетрясение в этом было. Но я по шахтерам никого не видел. 46 семей у нас погибло шахтеров. Я ни одного волонтера не увидел. Где они были? Да, мы закрепили ответственных лиц, работаем, но я не увидел, чтобы кто-то из волонтеров официально ко мне вышел или через ваши структуры, Ерлан Бисимбаевич, чтобы кто-то там сказал, давайте мы что-то еще поможем. Ну что? Қайда волонтерлар? Облыс әкімі осындай қиын жағдайларда еріктілер ұйымдары да атсалысып, сол отбасы балалармен, жеткіншектермен волонтерлар да жұмыс істеп, қолдау, қолқабыс етулері қажет деп атап өтті. Кеңес отырысында аудан қалаларда еріктілер ұйымдарын қолдау бағытында да тапсырма берілді. Мәселен, Теміртау қаласы әкіміне сол қалада волонтерлық қоғамдық ұйымдар үшін жекелей ғимарат кеңсе беру мүмкіндігін қарастыруды және қаланың жастар ресурстық орталығы арқылы еріктілер ұйымы жұмысын барынша қолдау қажеттігін тапсырды. Бақыт Күлматова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.